да аяғы тықылдайды екен, не істесе деді дәрігер сізге дейді. Кімнің баласының аяғы тықылдайды? Менікі ма? Қой, менің балам аяғы тықырламайды. Менің балам ортопедический жастық алып алды, соған жатқызамын түнде дейді. Ортопедический жастық көмектеспейді. Гарантиядан саған, Марина. Позиционный жастық деген бар, позиционный. Н әріпі сияқты, сол күшті көмектеседі. Осы кісінің массаж жасағанын көріп көңілім толды дейді. Молодец. Және сұрақтарымыз қанағаттандырық. Красавчик, өйстіп мақтап қойсаңдаршы. Бітеп қаламыз ғой. Пайдамыз тиіп жатыр екен ғой, елгіп. Сәлеметсіз бе? Менің кішкентайым 3 айлық, жауырыны 2 иықтары ауырады. Қолын көтерсем дейді. Оппа. Ол неге ауырады? Ұстаған кезде ауыра ма? Өзінен өзі балада гипертонус болса да, балада да гипертонус болса, мына жерлерін ұстасаң, сосын қолын қимылдатсаң, уже балаға неприятный болады. Жылайды. Тырысып жатыр ғой өз бала. Түсінікті ғой, ә? Қолын ұстайсың, гипертонус болса да. 3 айлық балам тісі шығып жатады. Қалыпты жағдай ма? Қалыпты. Ойында ма? Баланың кеш дамуы неден? Менің қызым уже 1 жас, еңбектемейді, бірақ өз еркімен отырмайды, тұрмайды, қызым арықтау дейді. Егер балада рахиттің белгілері болса, бала кеш дамиды, мөлдір. Рахиттің белгісі болса. Балаңызда рахиттің белгілері бар ма? Мөлдір, сіз бүйтсеңізші, менің видеом бар ғой. Сіз қарап шықсаңызшы, балаға диагностика қою туралы түсіргенмін. Сол жерде айтқам рахиттің белгілерін. Қарап шығыңыз, сондай белгілер бар ма екен көресіз. Дисплазияның белгісін көрсетіп жіберіңізші, инстадан таппадым. ютубта тұр ғой, Динара. Дисплазия туралы сабақ тұр ғой, ютубқа салып қойдым ғой. Кәдімгідей түсінікті, әдемі айтылған. Сәлеметсіз бе? Қызым оң жаққа көп қарайды. Мойынға массаж жасағанда сол жағына ма, или оң жағына ма дейді. Мысалы да, бала оң жаққа көп қарайтын болса, басын былай қаратамыз да, мына жерде көбірек массаж жасайсыз. Түсінікті ғой, бүйтіп ашасыз мына жерді. Ашу керек. Өзіңіз жасай алмасаңыз, массаж шақырыңыз. Мына жақтарға көбірек жасайсыз. Ішпен жатқызасыз да, ішпен. Оң жаққа қарайды ғой. Сол жаққа қаратасыз. Ұстайсыз да, салам алейкум боласың ғой үшін. Абайлап жаса бірақ. Жасайсыз. Егер өзіңе неуверен болсаң, жасамай қой. Специалист шақыр да. Хорошо? Чё там, эфир қалай бұлай? Нормально қызық болатыр ма? Түсінікті болатыр ма? Қызық болатыр ма деп бұңға бір. Қызықты нәрсе айтып отқандай. Пайдалы нәрсе айтып отсың ғой, сен Махамбет. Я дұрыс айтасың деп өз-өзің сөйлесіп кетсең, е. Достар, давайте лайк басайық. Поддержка. Делайте поддержка. Пайдалы дейді. Андуши. Тек қана мойын емес, басында қисық, сол жағын істем болады дейді. Басына ештеңе істей алмайсың, наргиза. Балаң басын оқылау болмайды. Тек мойын оқылайсың ғой. Лайк басамыз, ұмытып кетіп жатсың сен. Комментарий жазамыз. Ой, эфирді өшейін, е. Эфирге жиі кіріп тұрамыз, сендер тіркеліп қойыңдар. Сосын колокольчик бар, колокольчик. Соны басып қойыңдар. Мен эфирге кірген кезде сендерге Махамбет эфирге кірді деп телефондарын жоғарысынан шығады. Хорошо? Подписаться деп басасыңдар ғой. Содан кейін жанында колокольчик шығады ғой, соның үстінде все деп басып қой. Қой, давайте, достар. Жарты сағат болып қапты ғой. Мен шығайын. Қасыма не алып едім ғой. Соны массаж үйретім керек. Шәкірт. I love you.